Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар дейді халықтан алығы. Мыңды жығы үшін саналы, өресі биік азамат атану үшін озық білім игеру керек. Қазақстан қоғамын алға сүйрейтін бүгінгі жастардың бір бөлігі осы мақсатпен шекарасса, басым бөлігі өз жерімізде оқып жатыр. Жалпы, қай елде білім алған дұрыс? Шетелде оқыған жастардың бәрін мәдениетті, саналы, рухани бай азамат деп айта аламыз ба? Өзіміздің мемлекеттік университетті бітірген студенттерде патриотшылдық көзқарастарының өте жоғары екенін байқаймын. Сондықтан бізде мысалы қазіргі ғарыштап техниканың дамып жатқанына қарамастан, мысалы білім негізінде әр баланың өзінде деп ойлаймын. Сондықтан мысалы әр адам қай жерде болмасын оқыса да адамның білімді өзі ізденіп берген университет қабырғасында берген білімді ары қарай таратып отырса, оны ары қарай өзінің бойына сіңіре білген адамға кез келген жерде оқыған білімді сіңіруге болады деп ойлаймын. Шетелге де баратын ойым бар. Жапонияға, Киото мемлекеттік университетіне. Енді мүмкіндік болса, сол жаққа докторантураға түсем. Мен ойымша, Қазақстанда жалпы үлкен рейтингда болған университетте оқыса, жақсы білімді алуға болады. Шетелден алған білімдерін өздерінің ел жұртына, біздің Қазақстанымыздың болашағы деп жатырмыз. Біз ұрпақты, өскелең ұрпақты келіп өздерінің елін жұртына қызмет етсе екен, дінінен, тілінен айырылмас екен деген бір үміт артып отырмыз ғой болашаққа. Сондай көзқарастамын енді. Әрине, шетелден білім алып, жан-жақты болған жақсы. Жаз келісімен оқушылар мен ата-аналар үшін қарбалас басталады. Себебі мектеп бітірген түлектер шетелдік немесе отандық оқу ордаларының бірін таңдай алмай бас қатырса, оқушылар білімін жетілдіру үшін алыс жақын мемлекеттерге уақытша аттанып жатады. Әрине оларға кеңес, бағыт-бағдар беретін, шетелде білім алуға көмектесетін орталықтар бар. Солардың біріне бас сұғып, сұхбаттасқан едік. Қазақстанда көптеген балалар шетелге шығып, жақсы сапалы білім алғысы келеді. Біз бәріміз білеміз, енді көптеген мемлекеттердің университеттерінде олардың ең бірінші артықшылығы өте сапалы білім береді олар. Сол білімді алу үшін балалар алдын ала дайындалады. Алдын ала дайындалып, тек қана Алматы емес, мысалы Қазақстанның көптеген қалаларынан балалар бізге телефон ашып, сұрап, кеңестер алады. Студенттер әртүрлі, талапкерлер әртүрлі мамандықтарды іздейді. Мысалға бізде кинезиология деген бізде көп оқыта бермейтін мамандық. Ондай мамандықтар да болады. Немесе спорт менеджмент. Бізде қазір бір талапкер бар, тек қана спорт менеджмент іздеп келді. Оған бірнеше мемлекеттен түрлі варианттар тауып, ақпарат бердік. Енді ол өзі мысалға Испанияда, Барселонада спорт менеджмент оқимын деп вариантын өзі таңдап алды. Ондай да болады. Оқушылар өте түрлі, талапкерлерде түрлі сұраныстар болады, бірақ біз солардың сұраныстарына дұрыс жауап тауып, қаражаттарына сәйкес жақсы варианттарды тауып беруге тырысамыз. Еуропада, ақш-та білім алып жатқан жастар оқуын тәмамдаған соң елге орала ма, әлде сонда қалғысы келе ме? Енді әртүрлі жағдай болады айтқанымдай. Кейбір балалар шетелге барады, шетелдің мәдениетімен, басқа ұлттың мәдениетіменен танысады. Көптеген шетелде өздеріне дос тауып алады. Кейбіреулер және мысалға өзінің теңінде тауып алады. Әртүрлі жағдай болады. Мысалы, шетелден теңін тапқан адам мүмкін шетелде қалғысы келеді. Себебі шетелдік достар немесе сол жақта тұратын қазақтар осында қал, жұмыс істе, кішкене өзіңнің тәжірибеңді ұлғайт деп жатса, 1-2 жылға сол жерде қалуға болады. Немесе көптеген мемлекеттер шетелден келген балаларға оқудан кейін 2-3 жылға дейін жұмыс істеу мүмкіндігін береді. Сол кезде де олар шетелде қалуы мүмкін. Бірақ көп балалар Қазақстанға қайтып келіп, осы жерде неше түрлі мекемелерде жұмыс жасайды. 29 жыл ішінде болашақ бағдарламасы бойынша 11500 қазақстандық жас шетелге барып білім алып келіпті. Олардың 75-80% мемлекет алдындағы борышында өтеген, ал өзге жастар қазірде оқып жатыр, немесе міндетін орындап жатыр деп айтуға болады. Бұл енді ресми дерек. Соңғы кездері болашақ бағдарламасы бойынша білім алған жастардың көбісі елге қайтысы келмейтінін, немесе сол жақта жүріп оқуын тастап кетіп жатыр деген түрлі әңгіме айтылды, естіп жүрміз. Жалпы қалай ойлайсыз? Қазақстанға болашақ бағдарламасы керек пе?
Әрине, болашақ бағдарламасы менің ойымша өте күшті бағдарлама, мемлекеттегі ең керемет проект деп ойлаймын. Себебі осы программаның арқасында қаншама бала шетелге барды. Мысалы, қаражаты жоқ, бірақ жанұясында әке-шешесі қаражаты жоқ, бірақ баланың білімі өте күшті, балалар үшін ашылған өте керемет бір жағдай болды. Сол соншама жылдың ішінде қанша бала шетелде түрлі мемлекеттерде оқып келіп, қазір осы жерде жалақысы өте күшті, өте керемет жұмыс орындарын алғаннан кейін, мысалға басқа ата-аналар олардың жетістіктеріне қарап, өздерінің балаларын шетелге оқуға жібергілері келді. Яғни бұл менімше өте күшті платформа деп ойлаймын, және де болашақта тағы да ары қарай бакалавриатта болашақ сондай программа жалғасып жатса, өте күшті болады. Шетелде білім алуға кетіп жатқан талапкерлердің ішінде қай ұлттың балалары басым екенін айта аласыз ба? Енді біз көп ұлтты мемлекетте тұрамыз ғой. Мысалға бізде Қазақстанда қазір менің білуімше 130-дай түрлі ұлттардың өкілдері өмір сүреді. Мысалы, біздің агенттіктен бұлай тек қана қазақтар барады деп айтуға болмайды, себебі түрлі ұлттан келген оқушылар болады. Қазақтар да бар, орыстар да бар, ұйғырлар да бар, неше түрлі ұлттың өкілдері бар. Мысалы, қазір бізде Сингапурға кетіп бара жатқан бір қызымыз бар, оның анасы қазақ, әкесі Қытайдан келген кісі. Өзі міне қазір Сингапурға барып оқысы келеді. Бізде енді түрлі ондай ұлттардың өкілдері бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын мен Малайзияға магистратураға бір баланы жібердім. IT бойынша оқимын деп кетті, бірақ сол жерге барғанда өзінің группасында осы Алматыдан қазақ бір қызбен танысып, екеуі қосылып, қазір екеуі бірге Сингапурда жұмыс жасап жатыр, IT компаниясында. Адамдардың жолдары өте, мысалы шетелге оқуға барғанда, сіз білмейсіз қазір алдыңызда не күтіп тұрғанын. Ертең өте күшті, қызық бір оқиғалар болуы мүмкін алдыңызда. Немесе осыдан бірнеше жыл бұрын мен ақш-қа, Нью-Йоркқа бір қызды жіберген болатынмын. Ол ағылшын тілін үйренем деп 4 айға кеткен болатын. Бірақ сол жерде мысалға ақш-та туып өскен қазақ жанұясынан шыққан бір жігіт, өзі тек қана қазақ қызға үйленсем екен деп армандап жүрген жігіт біздің қызымызға үйленіп, қазір екеуі сол ақш-та тұрып жатыр. Кішкентай бөпелері бар. Ондай оқиғалар да болып тұрады. Осы орталық арқылы шетелге аттанған балалардың оқу үлгерімін қадағалайсыздар ма? Жалпы шетелдіктер қазақ балаларының мінез құлқы, жүріс-тұрысы жайлы не айтады? Мысалы, мен өзім 40-тан аса мемлекетте барып, оқу орындарына барып, сол қандай оқу орын, қандай университет, қандай мектеп екенін өз көзімен көріп, біліп, танысуға біз өте тырысамыз, себебі шетелде түрлі конференциялар болады, оған қатысамыз. Қанша жылдан бері барып келе жатқанда, мысалға шетелдік біздің серіктестеріміз қазақ балаларының тәрбиесінің өте жоғары екенін айтады, білімдерінің өте жоғары екенін айтады. Оған мен өз басым өте қуаныштымын. Жоғары оқу орындарында білім алсам, шетелде оқысам деген жастарға қандай кеңес бересіз? Шетелде оқысам деген балаларға ең бірінші айтатыным, сабақтарын өте жақсы оқу керек, бағалары жоғары болу керек, 4-5 болу керек. Кішкентай кезінен мысалға түрлі олимпиадаларға қатысу керек. Мысалы, халықаралық олимпиадаға қатысқан балалардың ең жақсы жоғары білім оқу орындарына түсу мүмкіндіктері өте зор. Сосын спортпен өте жақсы айналысу керек, музыкамен айналысып жатса тегі де жақсы. Және де, яғни өзін жан-жақты дамытқан бала, ол шетелге барып оқығаны өте жеңіл болады. Ашық болу керек кішкене. Тек қана бір тіл емес, тек қана орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі емес, тағы да бір 4-5 тіл біліп жатса, ол да өте күшті болады. Мысалға біз білеміз, жақында Тенгриньюста мен хабар оқығам, Алан Жайнар деген осы алматылық бала 11 шетелдік ең күшті университеттерден жаңағы шақыру алып,
шақыру алды. Бұдан тағы бірнеше жыл бұрын мысалыға шымкенттік оқушы 34 жоғары оқу орнынан $640.000 грант алып отыр мысалыға. Қазақ балалары талпынып оқимын деген балаларға жол өте жақсы ашылады. Мысалға, былтыр біздің агенттіктен Торонто университеті, Канаданың нөмірі 1 университеті, сол университетке түскен қызымызға мысалы 180 мың канадалық доллар грантының иесі болды ол қыз. Қазақ балаларының алғырлығына, зеректігіне жақсы баға беріп отырсыз. Жалпы соңғы кездері мектеп реформасын, жалпы білім реформасын жасау керек деген ұсыныстар айтылып жатыр. Бұған не дейсіз? Енді оларға мен тек қана оптимизм тілеймін. Жақсылыққа жору керек, жақсы болсын деп әр адам тырысып, өзі еңбек етсе, барлығы дұрыс болады. Ал Қазақстанда білім алып жатқан жастардың білім деңгейі жайлы не айтасыз? Қазақстанда да білім алып, осы жерде жұмыс істеп, өте жақсы жоғары деңгейде жұмыс істеп жатқан, және де жоғары жалақы алып жатқан адамдар да өте көп. Жұмыс істеймін, жақсы қызмет беремін деген адамға әрдайым шетелге бару керек емес меніңше. Жақсы болам деген адам барлық жерде жақсы болады. Сұхбат бергеніңіз үшін рахмет, ісіңізге табыс тілейміз. Бәріміз сапалы, дамыған Қазақстанда өмір сүрейік.